Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Ақмектеп орта мектебінің 11 сынып оқушысы Әлибеков Мадияр Даниярұлы. Менің бүгінгі тақырыбым өнертапқыштыққа алғашқы қадам. Қазір осы тақырыпта жасаған өзіміздің өнертабысымызды сіздерге айтып беретін боламын. Бұл бізде сумен ұшатын гидравликалық реактивті бутылкадан жасалған зымыран. Бұл бізде сумен белгілі бір қысым арқылы ұшады. Бұл бізде бірнеше сатылы зымыран. Бұның әр сатысында өзінің атқаратын қызметтері бар. Бірінші сатысы бұл белгілі бір биіктікке барғаннан кейін бірінші сатысы түсіп, екінші саты сол кезде іске қосылады. Екінші саты өзінің белгілі бір биіктігіне жеткеннен кейін бізде ең жоғарғы ең маңызды бөлігі іске қосылады. Бұл арнайы таймерлер арқылы жұмыс жасайды. Бұл бізде парашют құтқару бөлігі болып саналады. Бұл бізде таймер арқылы жұмыс жасайды. Таймерді белгілі бір уақытқа қойғаннан кейін бұл жоғарыдан ракетамыз түскен кезде бұл ашылып құтқару бөлігі деп аталады. Бұл бізде таймер арқылы жұмыс жасайды. Таймер белгілі бір уақытқа қойып, басына іліп, ол осылай ашылады. Таймердің іске қосылуын көрсететін болсақ, бұл таймер арқылы өзінің уақытына қойып, осылай іске қосылады. Біз бұны біріктіру барысында арнайы қысқыштармен қысып, қанаттарын арнайы пластиктардан жасадық. Наклейкалармен жабыстырып әрледік. Және де бұған осындай арнайы қақпақтарды сатып алып орнаттық. Бутылкалардың арасына арнайы болттармен қатайтып бұрадық. Олар жұмыс істеу барысында арнайы түсетін бөлшектерін осындай оңай түсу үшін ілмектермен іліп, өз уақытында түсу үшін жасадық. Біз бұл зымыранды қарапайым қолданыста жүрген заттармен жасап шығардық. Магазиндардан сатып алдық. Зонтиктен бұның жоғарғы бөлігіне парашют жасадық. Парашютке таймер қойдық. Бұл жоғарғы қысыммен судан жоғарыға көтеріліп, парашютпен жерге қонады. Реактивті қозғалыс деп аталады. Негізінде біз бұны жасау барысында бірнеше сатылы зымыран жасағанбыз, бірақ ол ауа райына байланысты дұрыс ұшыра алмадық. Бірақ та біз мойымай осындай бір сатылы болсын зымыран жасап ұшырдық. Өнертапқыштық адамзат дамуының маңызды қорғаушы күші. Күнделікті қолданылатын көптеген құралдар қарапайым идеялардан пайда болған. Сондықтан өнертапқыш болу үшін ең алдымен қызығушылық пен ізденіс қажет. Сонымен қатар білімнің рөлі де ерекше. Физика, математика, информатика сияқты пәндер ойлауды дамытып, идеяны жүзеге асыруға көмектеседі. Өнертапқыштық қызығушылықтан басталып, еңбек пен ізденіс арқылы дамиды. Ал әр адам өз қабілетін жетілдіріп, қоғамға үлкен пайда әкеле алады.